Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін тәтті қара бауырсақ жасайтын боламыз. Бұл тәттілердің құрамына жатады. Өте керемет. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Міндетті түрде көріңіздер. Өте керемет шығады. Қараңыздар, қандай әдемі. Өте оңай рецепт. Енді бастаймыз. Бізде мұнда бір сгущенка, қоюлатылған сүт. Бұл қатты қымбатын алуды міндет емес. Тестаға болғаннан кейін арзанырағын мен три желания сгущенкасын алдым, бірақ арзандауын алдым. Дәл осыған 2 жұмыртқаны араластырып, оның үстіне ұнды 3 бөліп саламын. Бірінші бөлігінде мен үстіне разрыхлитель салып жібердім, және де кішкене пищевая сода салған дұрыс. Сосын оны осылай вилкамен бірінші араластырып, одан кейін қолмен илейтін боламыз. Қараңыздар, міне менде қамырым дайын болып қалды. Дәл осындай қамыр шығады. Осыны біз холодильникке жарты сағатқа қойып қойдық. Енді менде уже өтті уақытым. Осыны енді біз мен 25 грамнан каждыйын өлшеп домалақтап алатын боламын. Қараңыздар, дәл осылай 25 грамнан өлшеп алып, домалақтап, осындай шарик сияқты қылып алу керек. Бұл бізде майға қуырылады. Сіздер қорықпаңыздар, ортасы піспей қалады деп, барлықтары міндетті түрде піседі. Өте дәмді болады. Ортасы нығыз болып піседі. Керемет болып піседі. Қараңыздар, міне мен бірінші басында қатты қыздырып алдым. Сіздер асықпаңыздар, және де біріншісінден шықпай қалды деп қатты уайымдамаңыздар. Өйткені майды қатты қыздырамыз да, одан кейін басып, біреуін салып, жаймендеп пісіреміз. Бірақ та біртіндеп саламыз. Біздің майымыз бір қалыпқа келгенше астын қатты жайға қойып қоясыздар. Біреуін пісіріп, егерде ортасы кішкене қамыр болып тұрса, онда оны тастамаңыздар. Қайтадан майға салып жіберіп, ортасын пісіріп алсаңыздар болады. Сөйтіп, қайтадан тағы біреуін салып, жаймендеп пісіріп алып отырасыздар. Ол өзінің қалпына келгенде астын жай басып қоясыздар да, біраз пісіресіздер. Сонда дәл осындай міне басында қара болып тұрады, піседі. Но менде да қасында тұрған пісіп дайын тұрған уже бауырсақтарым. Қараңыздар, енді екіншісі уже екінші партия менде кішкене бұдан қарадан сарғыштау болып, әдемі болып піседі. Не дәл осындай болып піседі. Міне менде уже дайын болған бауырсақтарым. Бұлардың іші барлығы әдемі болып піскен. Дәл осылай сіздер де пісіре аласыздар. Тек қана оттың астын жайға қойып қойсаңыздар болды. Ары қарай барлығы пісіп шығады ойдағыдай. Түк қиындығы жоқ, тез дайын болатын. Қараңыздар, міне қандай керемет, өте дәмді, әдемі болып шықты. Тәттілердің қасына қойып пісіруге болады. Менің балаларым өте жақсы көреді, өзім де сүйікті осындай ең тәттілердің бірі десем де болады. Міндетті түрде жасаңыздар.